Білесіз бе, дәстүр бойынша аталмыш елдің қыздары пәктігін мәңгі сақтауы керек. Бұл Албания мемлекеті. Мына суреттегі адамдар кім деп ойлайсыз? Ақсақалдар мен жігіттер деп ойласаңыз, қателестіңіз. Олар пәк қыздар. Айтпақшы, Албания Aviasales KZ. Игіліктің бәрі А әрпінен басталады. Aviasales KZ. Арзан әуе билеттер іздеу жүйесі. 1000 жылдай тарихы бар бұл дәстүр Бурнеша деп аталады. Атауы мәңгілік пәк қыз деп аударылады екен. Бұл дәстүрді отағасы бақилық болған албаниялық ұлтсыз отбасылар ұстанады. Яғни жанұядағы бір қыз 12 ақсақалдың алдында мәңгі пәктігін сақтайтындығы жайлы ант беріп, ресми түрде Бурнешаға айналады. Ант берген соң бүкіл отбасыға жауапкершілік алып, отағасының функцияларын өз мойнына алады. Алайда отбасы құруға түбегейлі тыйым салынған. Нанымдары бойынша, егер Бурнеша біреумен көңіл қосатын болса, жанұясына бәлекет болады. Өзі болса екі дүниеде де бақытты болмайды. Ресми деректерге сүйенсек, қазіргі таңда Албанияда 7000 шақты Бурнеша бар көрінеді. Европаның қақ ортасында орналасқан осындай әдемі елде мұндай дәстүрдің әлі бар болғанына таңғалып отырмын. Солай.